Құрметті Астана қаласының тұрғындары мен қала қонақтары, Елордасы Астана қаласында өтетін Экспо 2017 көрмесінде Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры Астана балет театрында 18 маусым Бейбарыс Сұлтан тарихи драмасын Sizge ешкім тиіспейді, уәде берем, ешкім тиіспейді. Aradım, Jayık жағаладым мен, Жайық жағасында. Жусам деген сағыныштың шөбесі. Оны неге сағыныштың шөбі дейді? Оны тек сағынған адам естегенде ғана жұпар шашар. Мен сағындым. Егер мен ескесем, ол маған жұпар шашама. 19 маусым «Үміт үзгім келмейді» драмасын. Демократтың өзі міне. Как физкульт привет. Яке саған да привет. Қарлаш, саған да привет. Сен білесің, мен қазір қыңыр мінез қырсықша. Кейде тіпті өмір сүргім де келеді. Сен өмір сүру керексің. Өзің үшін де мен үшін. Екеуміздің талай арманымыз. Арман күйінде қалды ғой. Мүмкін немерелеріміз іске асырар. Астана жастар театрында 20 маусым Абай трагедиясын. Ақылды кім еді? Ел кім еді? Сен бе едің? Ел біз емес. Мынандай құлғытан беді. Ел сен болсаң, ел ұлына шаның ашыр еді ғой. Сөйтіп біз бір төбеде, мынандай жаман шәутік бір төбеде сеңші. Алмастың түймедейі, түйедей тастан абзал. Алысқаны өмір ғой. Өмір сондай әбзәл ғой деп еді Фердауси. Айдардың да көтергені сол дәнет. Асыл дәнет, ел дәнет. Ендеше күттім, тостым, тәңірі бұйрығын. Жиырма 21 маусым Көмбенанның дәмі драмасын. Сталин біздің атамыз, саясында жатамыз. Сталин біздің атамыз, саясында жатамыз. Қарсы келген дұшпанды қарсы келген атамыз. Ай, балалар, мұнда не қылып жүрсіңдер? Мектептің тапсырмасы мен. Қандай тапсырма? Шөптіктердің шөптерлерін жинап беру. Егер де біреу сұраса менен, қай ақынды сүйесің сен? Көп ойланбай мақтан етіп, Зухра дер едім мен, Маяковский дер едім мен. Е! Не көресің? Жаслан? Зухра! Жаңа мен Ағеділ екеуіңнің сөз байласқаныңды енді ғана біліп тұрмын. Жаңа үйленемін дегенде мен
Sen oylap тұрған, сондықтан да, не айтсаң да, не ойласаң да, өзіңді мен бірінші болып айттым. Жасұлан, Не? екеуміз дос емеспіз бе? Егер шын дос болсаң, менің сыртымнан Зухраға сөз айтпас едің. Енді сенен не? Бата сұраймыз ба не? Ешқандай бата жоқ сендерге. 22 маусым Таңсұлу драмасын. Жауға шаптым көбайылап, шепті бұздым айғайлап, дұшпаннан көрген қорлықты, жанымды жүрек қан қайнап. Өлімге жүрміз, баспайлы. Жиырма үшінші маусым Қыз жібек музыкалық драмасын. Бас ұрмай. Үреу, ұсынсаң, қолың жетпейтін қызыл нармын бір туған. Оқтығып кетсем байқамай, үзіліп кетіп жүрмесін, үлбіреп тұрған саған. Еркек емес, тентекке лайық мінез емес бекен. Ендеше еркекшімді де айтайын. Есің барда, еліңді тап. 24 маусым Махаббат дастаны трагедиясын. Жан деп жаратсаң, бер өстіреді. Ол тәңірім, жан деп жаратсаң, бер өстіреді. Қарге, олай болса, соны ізде десеңіз етті. Ел ғой, табылады. Иә. Жаратқан, сен ақ табаласың оны. Іздейші, құтқаршы мен баян деген бәледен, құтқаршы аты өшкіл қорқадан, жарым жайдамай деген, жанқылай құтқарам. Ben ne deyim bayan, jel bayan жақтан естігенде, күн bayan жақтан шықпағанда, bayan дей бергенім соны ет. Bayan dedi de, екі қолын көкке көтерді. Екі қолын көкке көтерді деймісің? Иә, екі қолын көкке көтерді. Bayan. 25 маусым Қорқыттың көрі аңыз дастанын назарларыңызға ұсынады. Қазықшын істіңінен айырып алайын. Қобы, ісің. Алсаңдар, Қорқыттың қабыз кейінен зар болмайсыңдар. Аққу гәккулерім. Тырналар, атамекен туған жер, сыр бойынан барма жылып бір хабар. Бар!